күн жарық болсын, тыңдарман. Сіздермен бірге сіз білесіз бе айдары? Жер болу, жер қылу, жерге қарату деген тіркестерді білесіздер. Бұл тіркестерді ұятқа қалды, абыройы түсті, беті күйді деген мағынада қолданамыз. Жер сөзі жеке алғанда түсінікті сияқты, алайда мұндағы жер сөзінің төркіні басқа. Бұл тіркестер қалай пайда болды? Көне түркі жазба ескерткіштері тілінде ер сөзі ұялған, қысылған деген мағынаны білдірген. Ер болды деген сөйлем кісі ұялып қалды. Дәл қазіргіше кісі жер болды дегенді білдіргенін 11 ғасыр ғалымы Махмуд Қашқари көрсетеді. Демек, ұялғанда, ұялтқанда айтылатын жер болды, жер қылды дегендегі жер сөзінің қара жер мәніндегі тіркеске тікелей қатысы жоқ болып шығады. Бұл тіркестер қазақ тілінде жермен байланысы ұялған адамның төмен, яғни жерге қарауымен ұштастырып, ұятқа қалдыру мәнінде жерге қарату деген тіркесте жасалған. Мәлімет сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.